الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الخلق محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ең біріншіден қадірменді бауырлар, Аллах субханаху ва тағала біздің отырысымызға берекет беріп, Алла тағала осы отырыспен нәтижелі бір-бірлерімізге пайдамызды тигізген, Алланың құзырында кешірілген сондай отырыстардан болуын Алла тағаладан сұраймыз. Алла тағала бүгінгі иншалла отырыстарымызға сауап жазып, осы бүгінгі дастархан жаюға себепкер болып отқан әрбір момын мұсылманға иншалла Аллаху тағала үлкен әжір сауаптардан нәсіп қылсын дейміз. Енді бүгін сіздермен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламаның бір хадисін талқылауға жиналып отырмыз. Сіздер ол хадисті бәлкім естіген боларсыздар, бірнеше рет, бірнеше адамнан оқыған боларсыздар. Бірақ иншалла ол хадисті тағы бір рет оқып, содан алатын ғибраттарды тағы бір рет тізіп шыққанда ешқандай бір ағаттық нәрсе жоқ болып саналады. Хадисті имам Бухари және де Муслим жеткізеді, яғни муттафақун алейхи. Хадис сәл ұзақтау, басынан бастап бір тізіп шығайық. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхумадан келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама былайша әңгімесін бастайды. Уридат алайя куллул анбия дейді. Маған бүкіл пайғамбарлар көрсетілді дейді. Мен бүкіл пайғамбарларды көрдім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама бүкіл пайғамбарларды қалай көріп тұр? Ғалымдардың айтуы бойынша пайғамбарымызға Алла түсінде көрсетті дейді. Пайғамбарлар ешқашан өтірік түс көрмейді. Түстерінің барлығы шынайы болып табылады. Сол имам Бухаридің хадис жинағында Алланың елшісінің бір сөзі бар, ол кісі айтады, ертең қиямет таянған кезде үмметімнің көретін түстері шынайы бола бастайды. Олардың ішіндегі шынайы түс көретіндері сөздерінде шынайы болғандары, және де біліңіздер, шынайы түс бұл пайғамбарлықтың 45 белгісінің бірі деп айтады. Яғни осы қиямет таянған кезде біздің түстеріміз шынайы бола бастайды екен. Білесіздер, Ибрахим алейхиссалам да шынайы түс көрген. Қандай? Өзінің баласын құрбандыққа шалып жатқан бірнеше рет көріп, бұл Алладан бұйрық екенін түсініп, кейін оны орындауға кіріседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да дәл солай айтып жатыр, маған бүкіл пайғамбарлар көрсетілді дейді. Яғни қияметте олар қалайша тұрады, сол мәселе. Оның ішінде бір пайғамбарымызды көрдім, қарап отсам артында, оның артында тізіліп тұрған адамдардың саны рухаитун дейді. Рухаит деген араб тілінде 3-тен 10-ға дейін айтылатын сан екен. 3-тен 10-ға дейін. Яғни пайғамбарымыздың айтқысы келіп отқаны, бір пайғамбарды көрдім, артында шамамен 10-ға жетер-жетпес адам тұр екен. Тағы да біреуін көрдім, وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانْ дейді. Артында 1-2 адам ғана тұр дейді. Тағы да біреу көрдім дейді, لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, оның артында ешкім жоқ дейді. Жалғыз қалып қойған пайғамбар дейді. Яғни бұл не деген сөз? Ертең қияметте әр пайғамбардың артынан қаншама адам ерді, соншама адам оның артынан тұрады. Енді бұл жерден алатын ғибратымыз не нәрсе? Ойлаңызшы, ана жерде сондай пайғамбар тұр. Субханалла, қаншама жыл ол уағыз қылған, дағуат қылған, қаншама Алланың елшісімін деп айтқан, жеткізген, бірақ қауымынан ешқандай да бір адам ермеген. Қауымында жүріп не бір мұғжизалар, Алланың кереметтілігін көрсеткен, бірақ қауымы артынан ермеген. Мысалға соның біреуі Солих деген пайғамбар. Біз білеміз, бір уақыттары Самуд деген үлкен қауымдар болып, денелерінде, күштерінде
білек болып, мықты адамдар болды. Анау таудың үстіне шығып алып, таудың тастарынан неше түрлі үй, неше түрлі мүсінді құрастырып, өздері бүйтіп тамсанып тұратын, мынау біз ғой жасаған, біздің қолымыздан келмейтіні жоқ қой деп. Өздеріне тамсанатын болған. Бір кезде сөйтіп тәкаппарлық кіріп, әлім жетік көрсетіп, әлсіздері таяқ жеп, күштілері жаңағындай басшы болып, ортадағы бюджетке қол сұққан кезде Солих деген пайғамбарды Алла жібереді. Ол кісі болатын болса, халқын шақырып, ана кісілер айтады, сен пайғамбар болсаң, пайғамбар екен дәлелдеші деген кезде, Алла тағала сол таудың арасынан, ойлаңыздаршы, түйені шығарады. Таудың арасынан түйені шығарады. Бәрібір сол түйені шығарып тұрса дағы, не істейді? Ешкім артынан ермейді, ешкім артынан бармайды. Керісінше сол шыққан түйені бірнеше күндерден кейін өлтіріп, тынып, Алла тағала аспаннан бір шыңғырған дауыс естіртіп, сойхатан уахида деп келеді, Құранда дауыс естіртіп, қауым түгелдей жоқ болып кетеді. Бітті. Ертең Солих пайғамбар қияметте бүйтіп жалғыз өзі тұрады, артында қараса ешқандай адам жоқ. Ешкім артынан ермеген, сондай күшті бір мұғжизаларды көрсетсе дағы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында да пайғамбарымызды көзбе көз көріп тұрып, жанында жүріп, не бір мұғжизаларды, караматтарды, пайғамбарымызды көріп тұрса дағы, оған иман келтірмеген адамдар болды дейді. Жанында жүрген көкесі Абу Лахабтың өзі, пайғамбарымыз бір күні таудың үстіне шығып алады, білесіздер, бұл Бұхарида келетін хадис. Айтады, уа халқым, мынау таудың артында әскер келе жатыр десем, сенесіңдер ме дейді. Қауым үндемей, әлбетте сенеміз, сен Мұхаммадул Амин, сенімді Мұхаммедсің ғой деп айтқан кезде, ендеше біліңдерші, мен Алланың елшісімін. Алдағы уақытта қиямет бар, Алланың жан түршігерлік азабы бар. Тәубе етіңдер деп сөз бастап келе жатқан кезде, Абу Лахаб күліп, жымиып, жанына келіп, деп адамдардың назарын өзіне аударып не дейді? Пайғамбар болсам мен болмайын ба? Менде бала шаға бар, қаптаған мынада жоқ. Менде мал мүлік бар, қаптаған, мынау Мұхаммедте жоқ. Пайғамбар болсам мен болатын едім ғой. Мынаның айтқанына сенбеңдер деген кезде Алла тағала жаңа Мәсәд сүресін жібереді. Таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахабтың екі қолы да құрып кетсін, және де құрыды да деді. Ма агна анху малуху ва ма касаб. Оған өзінің малы да, өзінің істеген кәсібі де оған көмектеспеді дейді. Кәсібі деп отқан бала шағасы да. Саясла нарун зата лахаб. Сол кейін өзін істейді, тозақтың отына түседі дейді. Сол тозақтың отына түскен кезде әйелі оған отын тасып жүреді деп, Алла тағала оның алдын алып, тозақтың отына түсетінін айтып қояды. Сол кезде ғалымдарымыз айтады, қауымына келіп, өтірік бүйтіп айтса болатын еді дейді, жаңағы аяттар түскеннен кейін. Ла илаха илlallah Мұхаммад Расулулла. Міне мен иман келтірдім, Мұхаммед өтірік айтып жатыр деп. Бірақ ана аят түсіп тұрса дағы, оны сондай жаман хабар келіп тұрса дағы ол жайында, ол адам иман келтірмейді. Мынау кімнің әкесі болған? Халид бин Валид деген кісінің, Валид ибн Муғира деген. Сөйтіп, пайғамбарымыз салсам түнде үйде Құран оқып жатса, терезеден келіп бүйтіп, ақырын сығалап тыңдап кетеді екен. Пайғамбар Құран тыңдайды, келеді, оқиды, тыңдап кетеді. Келеді, тыңдап кетеді, келеді, тыңдап кетеді. Бір күні Әбу Жахил көріп қалады оны. Не істеп жүрсің? Не, сен де бір байығың кеп, назар жетіспей жүр ме? Внимание жетіспей жүр ме саған да? Ақша қалап жүрсің бе? Айтқан екен, не Құран тыңдап отырсың деген кезде, ойбай, ешқандай да ондай мақсатпен тыңдап отқан жоқпын. Мен дінді жек көрем десе, дәлелде деп айтады. Сөйтіп шығып дәлелдеймін деп дінді жамандаған кезде, Алла тағала Қалам сүресіндегі сол Валид ибн Муғираға қатысты аяттарды түсіреді. Ол пайғамбарымыз жамандайды, жынды деп айтады, пайғамбарымызды өсекші деп айтады, пайғамбарымызды сиқыршы деп айтады. Алла тағала, ма анта би ниъмати раббика би маджнун. Алланың нығметімен сен ешқандай да жынды емессің деп.
Ва иннака ла ала хулуқин азим. Сен болсаң көркем мінез иесісің. Сол кезде ана жерде Валид ибн Муғираның келесі сипаттары аталады. Вала тути кулла халлаф. Әрбір ант шеберетін адамның артынан ере берме. Сөйтсе ана кісі ант шебереді дейді. Әрбір өсек таратып жүрген адамның артына ерме, ол сөйтсе өсек таратады екен да. Жақсылық тиятын адамда, жақсылық жасаудан тиятын адамдар, сөйтсе ана кісі сондай нәрсе істейді дейді. Ана жерден 9 сипатын тауып алады Валид ибн Муғира. Қараса өзі жайында айтылып тұр дейді. Соның ішінде мынандай сипаты бар. Утуллин бa'да залика заним деген. Заним деп ол кезде араб тілінде нені айтады? Ойнастықтан, зинадан туылған баланы айтады. Сөйтіп жаңағы Валид ибн Муғира ана Құранды оқып отырады дейді. Қараса өзіндегі сипаттардың барлығын көріп отырады дейді. Бірақ сосын ойнастықтан туған деген сипатты естіген кезде бұл қалай дейді. Қолына қылышын ұстап алып барып, анасына барады дейді. Қылышын алып шығып айтады дейді. Шындығында мен ойнастықтан туылған екенмін ғой. Қазір айтпасаң, мына қылышымды іске қосам деп анасына угрожайды дейді. Сөйтсе анасы деген айтады, баяғыда сенің әкең ауырып қалып, әлсіз болып жата қалды дейді. Сол кезде үйдің малын біреу тартып алады деп қорқып, анау қой бағып жүрген айдаладағы бір қойшымен ойнастық қылған едім, сен содан туылған баласың деп айтып жіберді дейді. Өзі білмейді өмірде. Бірақ Құран оның былайша айтқан кезде бұрын соңды не істегенін, қалай туылғанын айтып қойған ғой. Ойлаңыздаршы. Пайғамбар айды сол уақытта екіге бөліп жатыр. Небір осындай мұғжизаттар көрсетті. Бірақ Құдай-ау солар иман келтірмей кетті ғой, иман келтірмей кетті. Сенбей кетті сол ақ пайғамбарымызға. Сенбей кетті ол кісінің сөзіне да. Ал бізге қараңыздаршы, біз пайғамбарымызды көрмесек те, ондай мұғжизаттарды көрмесек те, біз бәрібір Алла тағала бізге сондай иман беріп қойып, біз бұл дінді жақсы көреміз. Пайғамбарымызға біреу тіл тигізіп атса, жүрегімізде қызғаныш сезімі оянып, ашуланамыз, және де бұл дінге деген қызғанышпен қараймыз да. Бұл Алланың үлкен мәртебесі. Ертең ана пайғамбарлардың артынан ермеген адамдар бар да, бірақ біз оларды көрмей, Алла тағала бізге иман беріп тұр. Бұл да ненің белгісі? Үлкен бір Алланың жолындағы бізге деген Алла тағаланың мейірімділіктің белгісі. Сол үшін біз шүкіршілік ету керекпіз. Алла бізге иман берген үшін, өзін еске алуға, осындай жерде жиналуға Алла бізге мүмкіндік бергені үшін. Ал енді қараңыздар. Осы жерде тағы да бір қағида шығады. Сіздер жаттап алыңыздар да, Алланың құзырында не маңызды деген. Алланың құзырында сенің тырысқаның маңызды ма, әлде нәтиже маңызды ма? Қалай ойлайсыздар? Тырысқан. Біреулер айтады, қаншама тырыссаң да нәтиже болмаса, не пайда оның дейді. Естеріңізде болсын, осы жерден тағы да қандай қағида шығады? Алланың алдында тырысқаның маңызды. Неге? Себебі нәтиже Құдайдан. Құдай нәтижені қаласа береді, қаласа бермейді. Құдай оны өзі біледі. Сіз Құдайдың құзырында тек қана не үшін сұраласыз? Сіз тырыстыңыз ба деп сұраласыз да. Оған дәлел не нәрсе? Мысалы жаңағы артынан ешкім ермеген пайғамбарлар. Алла тағала айтпайды ғой, так сен результат көрсетпепсің сен. Вашу машина ешкім ермепті ғой. Сен тозақсың деп айтпайды. Ахлу сунна уал жамааттың ақидасы бойынша бүкіл пайғамбарлар жәннатта. Бүкіл пайғамбарлар жәннати. Енді Алла анауны сен артынан 2 адам ертті ғой. Мен сен нормальный адамдардың саны көп жерге жіберіп едім ғой. Деп Құдай айтпайды. Өйткені ол тырысты, жеткізді, ал ары қарай Құдай иманды бере ма, бермей ма, адамдар иман келтіре ма, келтірмей ма, ол өзге әңгіме да. Ол сіздің мойныңыздағы нәрсе емес. Сол үшін Құдайдың алдында сен тырыстың ба, тырысқан жоқсың ба, сол маңызды да. Біреулер айтады, жаңа мешітке ойбай мен әлі тілім келмейді, Құран оқи алмаймын, қалай мен Құран оқимын дейді. Сен бірінші тырысып көрсей. Сен бірінші барып көр, сен бірінші жаңағы барып, бір неше ай қатысып көр, сосын бар бір неше ай қатысып, тісің өтпей ешқандай результат болмағаннан кейін Құдайдың алдында зато айдаласың да, я Құдайым мен бардым, тырыстым, ешқандай нәтиже шықпады менен деп. Ал біз Абай атамыз айтпақшы, кейбіреулеріміз жанбай жатып сөніп қалып жатырмыз да.
Сол үшін кез келген нәрсені тырысып көру керек. Құдай сіздің еңбегіңізді бағалайды. Құдай сіздің еңбегіңізді жеп қоймайды. Мысалы, университетте, мектепте болсын, соңғы емтихан тапсыратын кезде, мысалға 30 билет тұр дейікші, сіз емтиханға бара жатсыз, 30 билет тұр. Сіз 29 билетқа мощный дайындалып келгенсіз. Оққансыз, көз майыңыз таусылып, көзіңіз қызарып, ана ұйықтамай оққансыз да, бірақ бүйтіп билетті алған кезде сіз оқымаған түссе, жалғыз да. Мұғалім не дейді? Білмейсің дейді. Білмейсің, рахмет, болды. Ойбай, мұғалім, қалған 29-ын білем. Болмайды. Қалған 29-ы басқа 29 адам үшін. Сен мынаны білмедің бе? Болды дейді да, саған алады да 2-іңді қойып беруі мүмкін. Бірақ Құдаймен басқаша. Құдай керісінше ана 29-ға дайындалма, сол дайындалғаныңды Құдай бағалайды ғой. Инна ла нуди'у ажра ман ахсана амала. Алла тағала жақсылық игі іс істеген адамның жақсылығын зая кетірмейді ешқашанда. Ешқашан істеген жақсылығын Құдайдың жолында жоғалып кетпейді. Осыны есте сақтаңыздар. Мынау бір ғалым болған екен, Шафии мазхабының үлкен ғалымы. Сол кісі өзінің жайында мынандай бір оқиға баяндайды. Ол кісі айтады, бір жылдар қажылыққа бардым дейді. Сөйтіп қажылыққа барып, қажылық істеп жатқан уақытында қымбат бір әшекей бұйым тауып алдым дейді. Мойынға тағатын алқа. Сөйтіп жаңағы мойынға тағатын алқаны тауып алып, кейін оның иесін іздей бастаймын дейді. Сөйтсе, естіп қалам, бір ақсақалдікі екен, жаңағы алқаны үйіндегі кісілерге алған, сол жоғалтып алған екен, соны естіп, манағы ақсақалды тауып алып барады ғой. Сөйтіп жаңағы алқаны айтатына, сіздің алқаңыз ғой дейді. Наны мен тауып алып едім деп, соған өзінің алқасын қайтарып береді ғой. Ана ақсақал мәз болып, қуанып, ана жігітке тәнті болады. Алқаны өзімен сәт кетпей, алып кетпей, қаншалықты қымбат болса да өзінің иесін іздеп қайтарып беріп отқанына риза болады ана ақсақал. Сөйтіп жаңағы жігіт, ғалым өзі, артқа қайтады. Артқа қайтып, түрлі нәрселерді, түрлі мекендерді, түрлі қалаларды аралап, соңында бір кішкентай ғана осындай бір ауылға түседі. Сөйтсе ауылға барса, Құдайдың құдіреті сол ауылдың имамы қайтыс болып кетті. Сенесіздер ме? Жамағаты ауылға имам іздеп жүр екен. Сөйтіп таң намазына келсе, жамағат жаңағы жігіт отыр дейді. Ауылдың кісілері, сен бауырым, давай жолаушысың, сен дұғаң қабыл, Алланың алдында дәрежең жоғары, имамдылыққа шық деп шығарып жібереді. Ана кісі Құран оқиды, тәнті болады. Ана кісі күшті оқиды екен ғой Құранды. Сосын ол кісіге айтады, бізде имам жоқ еді. Бір қалшы. Бір кішкене уақытқа қалшы, бір жылға қалшы, ең болмағанда кейін өзіміз бір имам тауып аламыз. Сен жолай өтіп бара жатқан жолаушы болсаң да, біздің ауылымызда қызмет етіп кетші дейді. Сөйтіп жарайды деп, бір жыл имам болады ғой жаңағы кісі. Бір жыл имам болғаннан кейін, ал енді мен ауылға қайтайын деп жамағатқа сөйлесіп жатса, жамағатта жаңағындай ана кісінің мықты ғалым екенін біліп, ауылда алып қалайық дейді ғой. Қалай алып қалайық десе, жаңағы қызымызды берейік деген сияқты. Сөйтіп ақылдасып, ауылдың бір қызын жаңағы кісіге береді ғой. Сіз осыны жаңағы өзіңізге әйел қылып алыңыз. Сөйтіп не керек, жаңағы жерде имам болып қалып қояды екен жаңағы жер. Сөйтіп бір күні жаңағы үйіне келіп, бір күні әйелінің мойнына қарап қалса, мойнында қажылықта жоғалтқан алқасы жүр дейді жаңағы. Қажылықта жоғалтып, өзі тауып алып, жаңағы ақсақалға апарып береді ғой. Сол кісінің өзінің әперген алқасы тура танып тұр енді жаңағы. Сосын сұрайды, мынау алқа қайдан? Мынау алқа қайдан десе, ана кісі айтып жатыр дейді. Әйел жаңағы қыз бала айтып жатыр дейді. Баяғыда бір әкем қажылыққа барып келген еді. Сол қажылыққа барып келген кезде маған үлкен алқа сатып алды. Әкем келгеннен кейін қажылықтан бірден қайтыс болып кетеді. Осы ауылдың имамы еді дейді өзі. Бірақ сол осы алқа әкем маған қажылықтан алып берді, және де осы алқаны әкеме бір жігіт алып берген екен дейді. Сол кезде әкем Қағбаның жанында бұлай дұға тілеген екен дейді. Я Алла тағалам,
осы алып келген жігіт сияқты бір иманды, тақуа жігітті меніңдей қызыма нәсіп қылшы деп саған дұға тілеген дейді. Сөйтіп осы алқа солай келді деген кезде ана кісі Құрандағы инна ла нудиу ажра ман ахсана амала, шынында да Алла жақсылық істеген адамның сауабын ешқашан зая кетірмейді деген аятты оқыды дейді. Қаншама уақыттан кейін айналып келсе де ол келеді саған. Алла қалаған уақытта, Алла өзі сізге керек деген уақытта. Сол үшін ешқашан Алланың жолында бірдеңке істеп қойдым, далаға кетіп қалды деп ешқашан ойламаңызды. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзін жалғастырады, жаңа хадиске оралайық. Уарайту сауадул аъзам дейді. Үлкен бір қара халықты көрдім дейді. Уазананту хазихи уммати. Сөйтіп, мынау менің үмметім ғой деп ойлап жатқан кезде маған бір дауыс естіліп, маған былай айтылды дейді. Ей, бұл Мұсаның үмметі. Сенің үмметің басқа жақта, на бір көкжиекке қарашы деп пайғамбарымыз қарайды дейді. Сол кезде үлкен қара халықты көреді. Енді бұрылып, на жақ көкжиекке қарашы десе, тағы да бір үлкен қара халықты көреді пайғамбарымыз қылсын, ойлаңыздаршы. Міне бұл сенің үмметің деп айтылады. Біз көп болады екенбіз. Қияметте бізден асқан, бізден көп үммет болмайды екен да. Себебі біздің пайғамбарымыз біріншіден ең соңғы пайғамбар. Ал пайғамбарымыз келгенде қанша уақыт болды? Шамамен 15 ғасыр болды дейікші. Уже 15 ғасыр болып кеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келгеніне. Ал пайғамбарымыздың алдындағы ең соңғы пайғамбар болған ол Иса. Ал Иса мен пайғамбарымыздың уақыты қанша? 600 жыл дейді. Енді ойлаңыздар, сол 600 жылдағы кейінгі үммет Исаныкі болса, мына 15 ғасырда, әлі тағы алдағы уақытта қанша ғасыр бар екен білмейміз, қанша жылдар бар екен білмейміз. Соның барлығы біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмметі болып, ертең қияметте тіріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмметінің көп екенін біліп, Алла тағаладан дұға тілеген білесіздер, иә? Алла тағала дұғасын қабыл етіп, жаңағы хадис бар, Мустадракта келетін әйгілі, ертең мынау жәннатта 120 қатар бар деп айтатын болсақ, соның 80 қатары сенің үмметің, ей Мұхаммед деген сүйінші хабар келген. Иншалла сол жәннатта ең көп адам болатында біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмметі. Алла тағала біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламаны осылайша дәрежесін көтеріп, үмметін де көбейтіп қойған. Және де сол үмметіне қиямет күні иншалла шапағат етуші қойып қойған. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаладан шапағат ету құқығын сұрап алған, және Алла оны берген. Аса айябасакаллаху мақаман махмуда. Алла тағала сені сол мақталынған орныңа отырғызады деген кезде ғалымдарымыз, ол мақталынған орын, ол шапағат ету құқығы деп бүкіл айтқанда. Ешқандай пайғамбар шапағат ете алмай жатқан кезде шапағат ететін біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Біздің пайғамбарымыз өзінің шапағатын үмметіне сақтап, өзінің тірі күйінде, тірі кезінде өзінің дұғасын ешқайда тастамады. Әр пайғамбардың өзінің дұғасы болған дейді. Мысалы, айтамыз ғой, суперсила деп айтамыз ғой. Бір герой, суперспособность бар деген сияқты жаңағы. Әр қайсының өзінің бір мықты суперсиласы болса, сол әр пайғамбар оны жұмсақ қойған, Нух, бүкіл пайғамбарлар. Ал біздің пайғамбарымыз жұмсамай, өзі соны қияметке дейін сақтап қалған дейді, осы шапағат ету құқығын. Бір хадис келеді Муслимнің риуаятында, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Иса алейхиссаламның өзінің қауымына қатысты айтқан аяттарын оқып, пайғамбар жылап жіберді дейді. Мұса алейхиссаламның өзінің қауымына қатысты аяттарды оқып, жылап жіберді да, я Аллахым, уммати, уммати, үмметім, үмметім деп тұрып, жылап жатқан кезде Алла тағала сұрап айтты дейді Жибрилға. Ей Жибрил, Мұхаммедке не болып қалды? Бар да сұрашы деген кезде, Алла білсе де сөйтіп Жибрилге тапсырады. Жибрил болады да, не болды? Я Мұхаммед деген үмметім, үмметім деп айтады. Сол кезде Жибрил мынандай сөз айтты дейді. Инна санурдика ва ла насуук.
Алла тағала сені үмметіңе қатысты сені міндетті түрде разы қылады, және де сені қайғыртпайды деп айтты дейді. Қараңыздар. Сені разы қылады, және де қайғыртпайды деп айтып жатыр дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір адамның өзінің үмметінің тозаққа кіріп кетуіне разы ма? Разы емес ол кісі. Сол разы болмағаннан кейін сұрап алып отыр да, кешені бір видео көріп қалдым. Мен енді түсініп жатқан сияқтымын. Пайғамбар біз үшін не үшін шырылдап, не үшін әрдайым дұға тілеп үмметім деп, әрдайым сөйтіп дұға тілеген мен енді түсініп жатырмын дейді. Неге десе, жағдайымызды қарасайшы. Бүкіліміз үлкен күнәларымыздан тыйыламай, осы күні мұсылманбыз деп бас ұрып, бас қағып жүргендердің барлығы небір арам істерге салынып кеткен. Орамал кигендер қазір не істеп жатыр? Бүкілі шеттерінен ұятын жоғалтып алған, қазір небір азғындықты істеп жатқан заманда Құдай сақтасын. Пайғамбар салсам сол үшін жылаған екен ғой. Имам Ибн Хиббанда да хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай бір көңілді болған уақытта Айша анамыз көңілді екенін байқап, "Я Расулалла, мен үшін бір дұға тілеп қойшы" деп айтты дейді. Сол кезде пайғамбарымыз, "Я Алла тағалам, Айшаның өткен, кеткен, жасырын және де көрсетіп те істеп жатқан күнәлар болса, кешіре көрші я Раббым" дейді. Айша анамыз күліп жіберіп, мәз болып қалды дейді бір кезде. Айша не болып қалды десе, "Я Расулалла, сіз мен үшін дұға тілеп отқан кезде, мен қалайша қуанбаймын" деген кезде айтты дейді. Дәл осы дұғаны әрбір намаздың соңында үмметім үшін тілеп тұрам деп айтты дейді. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде де не деді? Духа сүресінде де пайғамбарымыздың көңіл күйі болмай, біраз уақыт аяттар түспей, кейбір риуаяттарда айтады, 6 ай аят түспей қойды дейді. 6 ай пайғамбарымыз қайғырып, анау Абу Лахабтың әйелі Умму Жәмилалар пайғамбарымызға үстінен күліп, шайтаның тастап кетті ма деп мысқылдап күліп жүрген уақытында пайғамбарымыз, білесіздер, хадис келеді Бұхарида, өзімді таудың үстінен шығып, өзімді тастап жібергім келді. Сондай ауыр жағдайда болдым дейді. Сол кезде Алла тағала Духа сүресін түсіреді ғой. Уад-духа уал-лейли иза сажа. Сәске уақытына серт, түн жайылған уақытында серт. Ма уаддака раббука ва ма қала. Раббың сені тастаған жоқ. Раббың сені тастап кеткен жоқ. Уаласауфа юътика раббука фатарда. Кейін саған Раббың береді. Сен сол кезде разы боласың, ей Мұхаммед деп айтты. Тәпсірші ғалымдарымыз айтты, пайғамбар не нәрсеге разы болады дейді? Бірақ нәрсеге дейді, жәннатқа үмметінің кіруіне ғана разы болады. Басқа еш нәрсеге разы емес дейді. Ол біздің міне ақ пайғамбарымыз шырылдап жүрген, біз үшін дұға тілеп жүрген. Өйткені біледі, біздің әлсіз екенімізді, күнәһар екенімізді, біздің намазды қаза қылатынымызды, біз анау нәсіп айтайым, 2 тастай алмай жүрміз. Қаншама адамдар құмар ойынын тастай алмай жүр. Қаншама адамдар бөтелкенің басынан шыға алмай жүр. Қаншама адам намаз бастаса да өзінің жәһілдік, баяғы надандық ісін тоқтатпай, әлі ұрлығын жасап, әлі өтірігін айтып, біледі соны Алла тағала, біледі соны біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткен соның барлығы болатын. Ал сол үшін не деді Тирмизиде келетін хадисте? Шафаати ли уммати мин ахлил кабайри. Шапағатым үмметімнің ішіндегі үлкен күнә жасағандарға болады деді. Кішкентай күнә емес, макрухаттарға емес, нақты харам жасаған адамға болады деген сөз ғой бұл, бауырлар. Ол жанашид ол біз сияқты тәрк ете самайды, біз сияқты бір кемшілікті көрсе, бейтіп теріс бұрыла самайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қаншама адамдар келді пайғамбарым, "Я Расул, зина жасап қойдым" деген кезде, пайғамбарымыз сол кезде құры деп айтты ма? Жоқ деп. Ойланшы, мүмкін жасап қойған жоқ шығарсың, мүмкін шатасып тұрған шығарсың, мүмкін олай істемей тұрған шығарсың деп. Хадистердің барлығында осындай келеді, бауырлар. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтып отқан кезде, бір қажетіңді орындау үшін, бір жолым ашылып кету үшін, бай болып кету үшін айтпаңыз салауат. Пайғамбар үшін, Алла тағаланың разылығы үшін, пайғамбар үшін дұға үшін айтыңыз да, пайғамбарға рахмет үшін айтыңыз да. Өйткені ол сол салауатқа лайықты. Енді қараңыздар, мына хадистің жалғасында не болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өстіп жаңағы көп үммет сахабаларына өстіп айтып отырды да бүйтіп айтты дейді. Сол адамдардың ішінде, манағы үлкен қара халықтың ішінде, менің үмметімнің арасында есепсіз, ешқандай азапсыз 70 000 адам жәннатқа кіреді деді да, палаткасына кіріп кетті дейді пайғамбарымыз. Сахабалар ойланып бір кезде әңгіме қыла бастады дейді. Піш-піш әңгіме дейді ғой. Сөйтіп бір сахаба тұрды да, бұл пайғамбарымызбен әуел бастан, пайғамбармын дегеннен бастап жанында жүрген жігіттер ғой деп айтты дейді.
Екінші тәрбие жоқ, ол деген біз сияқты мүшриктерді, пұттарды көрмей, туыласап мұсылман болып, туыласап, фитраты сондай тап-таза, бірден ля иляха иллаллах, ешқандай серік қосып көрмеген адамдар ғой, ол солар жайында айтылып жатыр деп, осындай сөз қозғап кетеді ғой. Пайғамбар сосын палаткадан атып шықты, не айтып жатсыңдар? Піш естіп қалады, не айтып жатсыңдар? Не әңгіме қылып жатсың? Пайғамбарымызға айтады, я Расул өйстіп айтыпсың, жаңа соны талқылап жатқанбыз ғой дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, ол 70 мың адам, есепсіз, қисапсыз кіретін 70 мың адам, мына бір 3 сипат оның бойында болады деп айтты дейді. Біріншісі, уәлә ястарқун деп айтты дейді. Не деген сөз? Өзіне дем салдыруды қайта-қайта талап ете бермейді дейді. Кәдімгі дем салдыру бар ғой шариғатта, рухия оқимыз ғой. Қайта-қайта дем салдыруды өзі талап етіп сұрай бермейді дейді, қайта-қайта. Бір адамдар болады, жаман түс көрдім, дем саппеш. Біреу бірдеңке болып қалды, дем саппеш. Бүгін аяғым ауырып қалды, дем саппеш. Деп, кішкентай әрбір нәрсеге дем салдырта беретін адамдар болады. Әрбір кішкентай нәрсеге дем салдыртуды талап ету басқа біреуден, ол өзіңнің әлсіздігіңді білдіреді. Біреудің алдына қайта-қайта жығылып барып, ойбай, бірдеңке беш деп айту, өзіңнің қайта-қайта абыройыңды түсіру. Бізде ондай қатты жоқ. Негізі, Шымкент жақтарда өте қатты дамып кеткен дем салу, білесіз? Өте қатты дамып кеткен, өте қатты бар ғой. Шымкентте бір мешітте бір шама уақыт кішкене болғанымыз бар. Мәссаған, түс көрдім, дем сап пеш дейді ғой. 50 теңген қояды алдына, түс көрдім, дем сап пеш дейді. Жарайды, кеп тұрған адам көңілін қимайсың, Ясин, уәл Құранил Хаким деп, жаңа Ясинді оқып бастайсың да, бірінші бетін оқып бітіріп, сүф десең, түріңе қарап тұрады да бейтіп, толық оқып беш дейді. Сосын айтасың, жаңа толық дейсің, я толық оқып беш дейді жаңа. Ясиннен 6 бет қой айналайын. 15 минут оқимын ғой қазір мен оны. 15 минут, 20 минут жаңа кезде бейтіп, жарайттан көңілін қимайсың. Бастап оқы. Мен жаңадан келіп атқан адам практика өтіп жүрген. Жаңағы келіп оқып, сүф дегенде кетеді жаңағы. Сосын бір күн мешітке барып қалсам, жаңа имамдар қашып жүр. Ойбай, ана әйел келе жатыр. Қашып, не болсын, Ясин толық оқып бер деп жатыр. 50 теңге беріп құтылады деп жаңа бөгіп. Елдос сен баш деп. Аналар мазасын ала береді екен, Ясин кішкене 1-2 аят оқып сүф деп қойса, жоқ, толық оқып берші деп айтып отыра береді дейді да. Сөйтіп жаңағы толық оқып бер, терлеп тепшіп біткеннен 50 теңге тастап кетеді де, рахмет деп айтады. Бол жеңілдік қалдым деп ше. Сөйтсе жаңағы келе береді екен да. Бір имам айтады да. Бір күні бір кісі келді дейді. Көрсетті дейді, міне, дәрі алу керек, миллион ақшаға шығып кетіп тұр ғой, дәрісі миллион ақшаға шығып кетіп тұр. Негізі әйгілі имам ол кісі. Сөйтіп маған айтады, жарайды дедім дейді. Дем сап берем, я дем сап бер. Тұрдым да 3 күн бойы ерінбей, осыған жаны шеш, дәрілерін алмай қойсайшы. Алла тағала айтты ғой Құранда: "Ва нуназзилу минал Qur'ани ма хуа шифау ва рахма". Мен бұл Құранды мұсылмандарға шипар етіп түсірдім, мейірім етіп түсірдім деп Алла айтты ғой, иншалла. Мен соған амал істеп, Құранды оқып берем деп оқып, ана кісінің бір күні ана кісі емделіп кетті дейді. Врачтар айтты, таза дейді, диагнозың таза, бүкіл емделіп кетті. Енді миллион теңгеге жаңағындай ешқандай дәрі алып керек емес деп айтты дейді. Сол рахмет сізге миллион теңгеге дәрі алмайтын болдым деп жаңағы 200 теңгесін беріп кетіп жатыр дейді. Сол кезде ойладым дейді, мен мына кісіні миллион теңгеден құтқарып жатырмын, бұл маған 200 теңге беріп жатыр. Вообще стоит пе дейді, дем салу деп ойладым дейді. Сен ойланып қалдың дейді, адамдар қызық дейді, миллионға алып шығып отырсың дейді. Бірақ кейін жазылып кетсе дейді, Құдайын ұмытып кеткендей болады дейді. Ол маған емес қой, ол Құдайға беріп жатқан садақасы ғой. Көрдіңіздер ме? Қайта-қайта мелочқа дем салдырта береді дейді. Бұл бірінші сипат. Ал егер адам қатты ауырып отырса, ғалымдарымыз айтады, проблема жоқ, бар да дем салдыртып емделе бер дейді. Екінші сипат, уәлә ятатайярун дейді. Олар дейді әрбір ырым-жырымға сенбейді дейді. Мынау ятатайярун деген тойыр деген сөзден шығады да, тойырун деген құс деген мағынаны білдіреді. Баяғыда арабтар өте қатты ырымшыл тұғын ғой.
өте қатты ырымшыл дейді. Құс ұшып бара жатса бүйтіп оң жаққа ұшса, о бүгін жолымыз болады деп айтады дейді. Құс бүйтіп ұшып бара жатып жол сол жаққа қарай бұрылып қалса, ойбай бүгін жолымыз болмайды деп айтады дейді. Сөйтіп масқара ана ырымдай береді дейді әр нәрсені. Бүйтіп дүкенін ашып жатқан кезде бір адам бүйтіп жымимай қойды ма, бүйтіп мә бүгін сауда болмайды деп жауып тастайды екен да. Сондай халық дейді да. Жаңағы среда күні сәрсенбі күні ішкендей іс бастамаңдар деп ше, сәрсенбі күні басталған іс сәтсіз болады деп сәрсенбіні жаман қылып қойды. Ал пайғамбарымыз керісінше келді де сәрсенбі күні басталған істің берекеті бар, және де соңына дейін барады деген сөз бар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадисі. Ана түрлі ырым-жырымға сеніп жүрген адамдар болады. Анау бүйтіп қалды, мынау сөйтіп қалды. Ана бір жерін түртіп кетті, жолың болмайтын сияқты, енді бүйтпейтін сияқты сөйтіп. Әрбір кішкентай ырым-жырымға сене беретін адам бұл да дұрыс емес сипат болып табылады екен да. Орыстарда да бар ол. Пятница 13 дейді. 13-тан несчастливый число деп қояды жаңағы. Ана білесіздер, соғыс уақытында Талғат Бигелдинов атамыз деген. Самолет болған ғой, саны 13 дейді жаңағы. Жанына айтып барып сұрайды дейді, мына кішкене неге ешкім мынаған отырмайды деп. Талғат атамызға дейді, ты что, умереть хочешь, что ли? Это 13 несчастливый число деп айтады. Дейді, қой құрсын, қайдағы несчастливый? Талғат атамыз отырып алып, соны білесіздер, өзі айтады ғой, ла хаула ва ла қувата илля биллах деп дұға тілеп, әрдайым шығатынмын деп. Сол кезде не дейді, 700 рет па, 600 рет па қоңын ұшқанда ана кісі. Ана әрқайым ұшқан сайын масқара анау алдындағы өзінің қарсыластарын тек қана құлатады екен ғой ана кісі ше. Сол кезде ол кісіге ат қойып қойған екен, воздушный танк деген жаңағы. Ойба 13 келатыр, тәкен келеді, қашады бүкілі. Орыстар 13 несчастливый число деп. Қайдағы несчастливый? Сонымен аяқтап, соғысын бітіріп, бүкіл ордендардың барлығын алып, оған жоқ болса батыр атамыз да. Аллаға сеніп дұға қылды, ешқандай ырымға сенбейді бітті. Міне осындай болу керек деген сөз. Әрбір ырым-жырымға анау бүйтіп қапты, мынау сөйтіп қапты деген нәрсеге сенбеңіздер да. Және де үшінші сипат айтылды дейді осы кезде. Қандай? وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Олар Раббыларына тәуекел етеді деп айтты. Яғни пайғамбарымыз жәннатқа есепсіз, қисапсыз кіретін 70 мың адамның санын, 70 мың адам кіреді деп айтты дейді. Және де солардың сипаттарын айтты дейді. Олар әрбір кішкентай нәрсеге бола дем салдырта бермейді, олар ырым-жырымға сенбейді, және де олар Раббыларына тәуекел жасайды деген осындай бір керемет сөзді айтты дейді. Сахабалардың арасында пайғамбардың сөзі айтылғаннан кейін сахабалар қалама. Соның ішінде Укашата ибн Михсан деген сахаба болған. Укашата ибн Михсан, біздің Укашата емес Түркістанда. Кәдімгідей басқа бұл. Вообще қатысы жоқ ондай адам болмаған ау. Укашата ибн Михсан тұрапта, я Расулаллах, уд'у иля Rabbi an yaj'alani minhum. Я Алланың елшісі, Алладан бір дұға тілеп қойшы, мен жаңағы 70 мыңның қатарында болайыншы деп. Ең бірінші айтып жібереді ғой. Пайғамбарымыз, болды Укаша, сен солардансың деп айтады. Басқа сахабалар, мә, разве так можно было дегендей жаңағы. Мә, осылай бола ма? Қуанып кетеді да, масқара мына жерде не болып жатыр, мына жерде жәннатқа не таратып отыр ғой мына кезде. Мә, қуанып кетіп, сол кезде екінші оғы, я Расулалла, мен де солардан болайыншы десе, пайғамбарымыз түріне қарап тұрып, о, Каша сенен озып кетті деп айтты. О, Каша сенен орнына отыра қалды дейді. Сол кезде ғалымдарымыз айтады, мына бір үш нәрсе болды дейді. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, я сен де деп неге айтқан жоқ дейді да. Оның үш себебі бар дейді. Біріншісі, тұрған адамның, екінші тұрған адамның 200-ді екенін білді дейді пайғамбарымызға қарап. Сразу, бірақ сыпайы түрде отказ беріп жіберді дейді. Екінші, не үшін пайғамбарымыз олай айтты десе, ана есікті ашса пайғамбар тоқтамайын деп тұр дейді. Я Расул, мен солардан осы, жарайды сен де, менше сен де, менше сен де, менше сен де, менше сен де. Та кеш батады, менше сен де, менше. Әлі отырып, анау деген бітпейтін бір шаруа болып кетейін деп. Пайғамбар Укашамен алды да, не істеді?
шаруаның барлығын тындыра сал. Басқалар кірмейді деген сөз емес, сипатын айтып беріп тұр ғой пайғамбарымыз не істеу керек екен. Істе де кіре бер. Тәуекел ет, ырым-жырымға сенбе, өзіңе ден салдырта берме, болды. Саған сипатын айтып беріп тұрмын ғой, басқа нәрсе керек саған. Басқаларына бүкіліне тегін билет тарата бермеймін, біреуіне беріп қойдым, сендер сипатын білдіңдер, давай амал істеңдер деп. Ал үшінші себебі дейді, пайғамбарымыз Окашаның бойында жаңағы үш қасиетті бар екенін білді дейді. Ол дейді жаңағы, анау ырым-жырымға сенбей, дем салдыртпай, Раббысына тәуекелі мықты жігіт еді дейді. Оны имам Ибн әл-Асир деген кісі өзінің жаңағы сахабалар туралы кітабында не дейді? Бір күні бір шайқаста дейді, Окаша дейді, қылышымен соғысып жатқан кезінде қылышы сынды дейді жаңағы. Қылышы сынып қалған кезде, я Расулалла, қылышым сынып қалды десе, пайғамбарымыз қолына бұтақ ұстатып жіберді дейді. Ағаштың бұтағы болады ғой, міне саған деп, сен ана жерде сен болсаң айтасың ғой, мынау я Расулалла бұтақпен қалай? Мына жақта деген дәу-дәу қылыштар жүр, я Расулалла деп. Мүмкін сол жерде тұрып қаласың ба, бүйтіп ше? Ойланып қалып, сөйтіп мүмкінсің да, сен бүйтіп, я Расулалла, мен түсінбедім, мен рас, мазақ қылып отырсың ба деп, сен аузыңнан түрлі сөздер шығып кетуі мүмкін, неге үйттің деген сияқты да. Окашада жоқ қой. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қолына жаңа бұтақты беріп жіберді дейді, алды да сонымен бүйтіп жауға қарай жүгіріп келе жатыр дейді. Жауына қарай жүгіріп, ананы серіп жатқан уақытта қолындағы бұтақ қылышқа айналды дейді. Мұғжиза. Ертең интернет тәңіршілер көрсе, сказка деп айтады. А біз мұғжиза деп сенеміз. Жаңа хадис бар ғой, Шамаил Мұхаммадида келетін бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не жақсы көретін еді? Қойдың? Жауырын. Арқасын дейді, сирағынды жей беретін деп келеді просто хадистер. Сауған шақырса да баратын еді деп келеді хадистер. Сөйтіп бір сахаба үйінде жаңағы алдыңғы аяқты үйінде пісіріп, екі былайша айтқан соны сахабалардың барлығына береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи барды дейді, тағы алып келші дейді. Я Расулалла, сіз білмейтін бе едіңіз, қойдың алдыңғы тек екі ақ аяты болатын еді ғой деп айтты дейді. Пайғамбарымыз айтты дейді, үндемей ғана барып келгеніңде қазаныңнан үшіншісін табатын едің ғой деп айтты. Тек пайғамбардың сөзіне сенуді. Мына жерде де ана Окашаға берді, әңгіме қылған жоқ дейді, алды да сол қылышпен барды да күресе берді дейді. Ол қылышқа кейін Аун деген ат қойылды дейді, көмекші қылыш деген. Қараңыздар, тәуекел деген қандай? Демек не, Окаша соған лайықты болған ғой. Пайғамбарымыз сол үшін айтқан ғой, Окаша, смело сен солардансың. Дым андай не жоқ та. Мүдірмей, бол солардансың деп айтты. Итакта сен солай кіресің, жәннатқа есепсіз, қисапсыз. Енді бауырлар тағы бірден кетейін. Есепсіз, қисапсыз. Есепсіз, азапсыз. Ла хисаба ва ла азаб. Азапсыз кіресің деген не нәрсе? Қиямет деген оңай жағдай емес. Қиямет деген өте қатты қиын жағдай. Хадистерде келеді, анау қияметте адамдар 12 кейіпте тіріледі дейді, 12 кейіпте. Анау жерден тірілген кезде біз ойлап қалмай ғана жерден бүйтіп зомби сияқты бүйтіп тіріліп, бүйтіп мақшарда бүйтіп баратады деп ше. Олай болмайды ол деген. Анау жерді бүйтіп лақтырып жібереді дейді. Ал лақтырып жіберген кезде қабірімнен ашып, тырдай жалаңаш күйде оянады дейді. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар, тырдай жалаңаш болады дейді. Сол кезде Айша анамыз ұялыңқырап, я Расулалла, тырдай жалаңаш деген ертең қияметте ол қалай болады деп ұялып сұрағаны ғой. Ей Айша, ол күні адамдар бір-бірлерінің үстеріне қарайтын жағдайда болмайды деді. Ой, анаң қара деп күле алмайсың біреуге. Өзіңнің жағдайың мүшкіл. Адамдар әртүрлі кейіпте тіріледі. Хадиске сай, біреу кішкентай болып тіріледі дейді жер бетінде. Тәкаппар адамдар. Неге дейді? Өйткені осы дүниеде өзі жоғарыдан қарап жүрді дейді. Ал арғы дүниеде адамдар оған жоғарыдан қарайды, ол астынан үстіне қарайды деп айтылады. Бір адамдар болады, қабірінен шығады дейді, бетімен жер сүзгілеп шығады дейді.
Бір адамдар болады, қабірінен шығарып, жерге басы тығылып, басы ғана шығып, ана қойы таптап жүреді дейді. Не болды? Жаңа зекет бермеген малы. Бір адамдар болады, жыланы орап алып, қайта-қайта мойнынан шағып отырады. Не істеген? Бұл дүниедегі мал мүлкі, содан зекет бермедің, бұл дүниеде сен арғы дүниеде айырылмадың, бұл дүниеде мен сенен айырылмаймын деп жанында тұрып шағып отырады дейді. Бір адамдар болады, қарындары үлкен болып кеткен, іші бақа, құрт, құмырсқа, шаянға толы. Ол не істеген десе, бұл дүниеде рибамен айналысқан, проценттерден айналысқан, адамдардан жеген сол нәрсені. Бір адамдар болады, 200-ді болып тіріледі. Өйткені бұл дүниеде 200 адамның тірлігін жасаған. Дәл солай неше түрлі кейіпте адамдар тіріліп, қиналып жатқан кезде, еще ол бірден кет қалмайсың ғой сен жаңағындай. Ал енді не істейсің? Сен очередьте тұрасың да, кезекте тұрасың да. Ал кезекте тұру оңай емес. Фи яумин кана миқдаруху 50 альфа сана. Оның бір күні 50 мың жылға тең деп тұрды Алла Тағала. 50 мың жылға тең. Ыстық күні очередьте тұрғандарыңыз бар ма? Сонда бір жерде о адамдар көлеңкез деп тыпыршып кетеді ғой, көлеңкез деп та. Су бар ма, көлеңке бар ма деп. Күннің астында тұрудың өзі азап та. Ал Алла Тағала сол күні түнді, ана күнді бүйтіп жақындатып алып келіп қояды дейді та. Сол кезде адамдар өзінің терісінде батады деп айтылады ғой, білесіздер ма? Біреудікі тізесіне дейін, біреудікі беліне дейін, біреу мына жақ, біреудікі мынау мойынға дейін көтеріліп кеткен, бүйтіп батқан күйде тұрады. Осы хадисте ойлайды, қалай адамдар бүйтіп не істейді? Ол бір вакуумға бұны салып қоя ма, соның ішінде батып, түсініксіз да. Сөйтіп анау кейбір нәрселерді өзінше ақылға салғың келеді ғой. Теміртауда имам болып жүрген кезде коронавирус уақытында адамдар қайтыс болып жатты да. Сол кезде айтты, Имеке, бүгін бір кісі бар деді, соның жаназасын шығарамыз деді. Жаназасын шығару керек. Кім осылай коронавирустан қайтыс болған деді. Бірақ жаназа шығарған кезде арамызда жаңағындай арақашықтық сақтап тұрамыз деді. Сол үшін киім киіп алыңыз деді. Бір комбинезонды кидім мен. Комбинезонды киіп алып, көзіме очки киіп алып, аузын мына жаққа дейін жауып, басында шыққандай тақиям жоқ. Ана кісі де сондай комбинезон үстінде, арттағы адамдардың барлығы комбинезон. Сөйтіп жаназа намазын оқыдық қой. Сөйтіп жаназа намазын оқып, ана кісіні барып бейт жерлеп, лабораториядағы врачтар сияқтымыз, бүкіліміз жаназада жүрміз бірақ. Сөйтіп ана кісіні әкеп бейт жерлеп, ана жерде сосын барып, жаз ғой енді. Ананың барын киіп алғансың, терің деген ағып, көзіңнің ішіне кіріп бейтіп, көзіңді аштыртқызбай, сөйлейін десең сөйлей алмай, аузыңа тек қана ащы дауысша тұздың дәмі келіп, қайта-қайта теріңнің не сөйлей алмайсың, жаңағы не демала алмайсың, не көзіңді аша алмайсың. Сол кезде енемді, я Алла, мына дүниеде ана теріге бату деген мынандай болып жатыр. Ар жақта қалай болады? Құдай анау ақыреттегі бір элементтерді бір белгі ретінде көрсетіп қоя ма деймін да. Кейін ананың үстімді обрабатывать етті, ананы шештім, онысын жағып жүрді. Қиямет деген оңай шаруа емес. Ал енді 70 мың деген не? Есепсіз, қисапсыз. Есепсіз, азапсыз. Біреу кісі келеді ғой, жол беріңдер деп, без очереди деп. Барып кіріп кетеді, бітті. Құдай бізге сондай мүмкіншілік беріп тұр. Ешқандай есепсіз, ешқандай азапсыз бүйтіп кіріп кетуге да. Омар радиаллаху анхудың сол үшін сөзі бар. Бірақ адам жәннатқа кіреді десе, мен үміттенемін, я Раббым, мен сол адам болсам ғой деп. Ал бір адам ғана тозаққа болады десе, мен үміттенемін, мен сол адам болмасам ғой деп үміттенемін дейді. Сол адам болып қалсам ғой деп қорқам дейді, кешіріңіздер. Бізге айтса, бірақ адам жәннатқа кіреді, бүкіліміз үмітіміз үзіліп қалады ғой жаңа. 70 мың дегенде де, бір кісі айтады да, осы уағыз айтып отырсам, ұстаз аз ғой дейді да. Явно ішінде жоқпыз ғой деген әңгіме ғой енді. 70 мың ішіне пападай ете алмаймыз. Қой деп, отырды, аз ғой деп, рас қой енді. Әлде көп пе 70 мың деген? Аз ғой ол. Ағамыз айтып отыр сразу. Шанс жоқ деп жатыр. Не бір үлкен ғалымдар өтіп жатыр, қайдағы шанс дейсің ғой. Бірақ, субханалла, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама деймін да, жүрегі елжіреп тұрған, үмметім деп елжіреп тұрған пайғамбар ғой. Алладан сұрап алған ғой, я Раббым, 70 мыңды көбейтіп берші маған деген ғой. Өйткені ол да біледі оның аз екен. Термизиде келетін хадис бар. Уадани Робби аля кулли 70
аля бикулли саб'ина альфа бил алаф. Раббым маған әрбір 70 мыңға тағы да 1000-нан уәде етіп берді деп айтты дейді. Ғалымдарымыз мұны екі түрлі түсіндіреді. Біріншісі 70 мыңды 70-ке көбейтеміз, немесе 70 мыңды 70-ке көбейтеміз. 70 мыңды 70 мыңға көбейткен кезде 4 миллиард 900 миллион шығады екен. Көп па аға? Машалла, міне пайғамбар тағы да білет осындай әлі аз деп айтатынымызды. Сонда да арамыздан бір-екеуміз шығып аз деп айтып қалды. Не деді? Содан кейін бүйтіп айтты дейді. وَثَلَاثَ حِثِّيَاتِ مِنْ حِثِّيَاتِ رَبِّهِ. Және де Раббымның құзырынан тағы да 3 уыс деп айтты дейді. А оның санын біз білмейміз. Уыс деген не нәрсе? Сен просто бір бәлені әп берші дегенде, молынан әп берші дегенде, уыстап аласың ғой жаңағы. Молынан әп берші десе, уыстап аласың да. Бір-екеуін әп берші, бір-екі саусағын тығып, жаңағы 3-4 бит-мә деп беріп аласың да. Бұл көп деген сөз да, бірақ саны бізге белгісіз дейді. Міне біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламы біз үшін осындай дуа тілеп, Алладан сұрап алған ғой соны. Енді бауырлар, біз не істеу керекпіз? Мақсатымыз белгілі, сипаттар аталды. Енді тек қана не істеу керек? Амал жасау керек, бітті. Раббыңа тәуекел етіп амал жасау керек. Раббыңа сеніп амал әрекет жасасақ, иншалла айымыз оңынан туып, қияметте тіріліп, есепсіз, азапсыз, соның барлығынан құтылып, Алла тағала жәннатқа баршамызды кіргізсін иншалла. Бір жігіт уайымдап жүрген ғой, сөздің соңын сонымен аяқтайыншы. Таразды білесіздер ме? Ғазиз Ахмет деген ұстаз бар ғой. Хазірет Сұлтан мешітінде істеді Ғазиз ұстазымыз. Қазір қайттан Астанада істеп жүр, бірақ басқа мешітте де. Бір жігіт қатты уайымдап жүр екен сөйтсе. Жәннатқа кірем ба, кірмейм ба деп. Қатты уайымдап кеткен соншалық ұйықтай алмай соны. Сон барып Ғазиз ұстазға сұрақ қойған ғой, ұстаз, кездесіп. Айтыңызшы, біз жәннатқа кіреміз бе деп. Сол кезде Ғазиз ұстаз жауап берген екен да. Айналайын, біз кірмегенде кім кіреді деп. Сол сияқты иншалла үміттенейік иншалла. Үмітіміз бос болып қалмасын. Алла тағала берекет берсін. Алла тағала дастархандарымызға иншалла сауаптан жазып, Құдай қаласа, Құдайдың құзырында абыройлы амалын істеген, тырысқан, Құдайдың махаббатына ұмтылғандардың қатарында болуымызды нәсіп қылсын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи роббил аламин. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейка. Алла разы болсын.